Абу Талиб қайтыс болатын кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мені жақсы көретін адам ғой. Ей менің сүйікті ағам, ла иляха иллаллах Мұхаммад расулаллах деп сен айтшы еш болмаса. Мен саған ертең о дүниеде Алланың алдында шапағатшы болайын. Осыншама жасаған жақсылықтарың бос кетпесін деп жалынады ғой. Сол кезде анау шайтанның әскері Абу Жахил де келіп алған екен ғой. Енді ол кісінің орны бүйтіп кітаптан қарап отырсақ, сондай маңызды болған. Егер Абу Талиб мен мұсылман болдым десе, бүкіл қауым мұсылман болайын деп тұр екен. Тек сол кісінің ғана аузына қарап тұрды. Бір ауыз сөз. Оны пайғамбарымыз да біледі, оны Абу Жахил де біледі. Сондықтан да айтқызғысы келмейді ғой. Пайғамбарымыз оны жалынып алса, Абу Жахил мына жақтан келіп айтып жатыр дейді ғой. Жаңа Абу Талиб, Абу Талиб, сен енді ата бабаңның жолы бұрыннан келе жатқан. Өзің де осы жолда жүрдің осыншама. Енді сол ата бабаң жолынан тайып басқа жолға өтпекшісің бе, мынау жаңадан шыққан бір дінге кірмексің бе деген сияқты. Сол кезде енді Алланың қалауыменен иман нәсіп етпейді ғой енді. Иман келтірмей мен ата бабамның жолындамын, мен осы жолда өлем деп айтқан екен бұл жақ. Сөйтіп жан тапсырған ғой. Енді ата бабасының жолы сол. Хубалла, Озза деген құттардың жолы ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатты қынжылады осы сөзден кейін. Өзі жылап, мен енді өмірімнің соңына шейін сен үшін кешірім сұрап өтем, истиғфар айтам деген сияқты сөздер айтады. Сол кезде Алла тағала Құран кәрімде мынандай бір аят түсіреді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға. Астағизу биллах, ма кана лин-набийи валлазина аману ай ястағфиру лил-мушрикин валау кану ули қурба мин баъди ма табайяна лахум аннахум асхабул жахим. Пайғамбарға және иман келтіргендерге кәпір болып өлгендер үшін кешірім сұрауға болмайды. Оларға дұға жасауға болмайды. Пайғамбарға ондай іс-әрекет жараспайды. Иннака ла тахди ман ахбабта, валакинналлаха яхди ман яша. Сен өзіңнің жақсы көргеніңе адамдарыңа иманды нәсіп ете алмайсың. Алла тағала қалағанына иман нәсіп етеді. Сен ол үшін қынжылма деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдан естиді. Қайтарады осы істен. Расында да қиын мәселе, қаншама жақсылықтар жасап, пайғамбарымызға көмектесіп, соңында істеген жақсылықтарының барлығы босқа кету деген қиын тағдыр ғой. Бір адам егер иман келтірмесе, істеген істерінің барлығы босқа кетеді екен ғой. Егер мұсылман болмайтын болса, пайда жоқ, жақсылығынан да жасаған, сауап жоқ. Аллаға сенбеген. Ал ана кісіге иман нәсіп болмай тұр да. Міне осылайша өте бір қиын жағдайда пайғамбарымыздың ағасы дүниеден өтеді. Бұл бізге де бір сабақ қой бауырлар. Кейде бізге мешітте келеді адамдар. Орысқа тұрмысқа шыққан, орыс құдалары бар, басқалар келіп, соларға бір дұға жасатуға, Құран оқытуға бола ма дейді. Болмайды, онда істей алмайды. Тек біз дұғаны кімдерге жасаймыз бауырлар? Мұсылман болып өлген бауырларымызға жасаймыз. Алла тағала кешірсін. Ал егер басқа дін өкілі және кәпір екені белгілі бір адам болатын болса, ол үшін жарылқау дұғасын жаса. Құран оқу біздің дінімізде жоқ екен, болмайды екен бауырлар. Осы нәрсені де жақсылап біліп алу керек екен.